Өмірімде осындай 21 ғасырда осындай жағдайларға хабарларды өзім көрем деп ойламаптым. Міне осы 2025 жылдан бастап диктаторлықтар құлая бастады. Бенгаладан бастап құлады, Непал құлады, Венесуэланың президенті Мадуроны оны ұстап кетті. Ал міне Иранда ертең бір сүгіндеп отырған кезде ойламаған жерде Қытайның ішіндегі Ши Цзиньпиннен кейін екінші орын иелейтін Чжан Юйша ұсталып кетіп, бүткіл әлемді төңкерлетті. Бұл өте маңызға бар. Қазір бүткіл әлемнің журналистерінің көздері бәрі сол Қытайға қарап тұр. Бұл Қытай енді қайтеді екен деп. Бұл өте қорқынышты уақыт қазір. Не үшін дегенде, Чжан Юйша деген бұл адам Тайваньға биыл келер жылы осы 1-2 жылдың ішінде соғыс бастауға болмайды деген адам. Ал Ши Цзиньпин 2027 жылы соғысты бастап Тайваньды қолға алып алу керек деген бұл оның мақсаты, бұл оның жоспары, планы. Не үшін дегенде, бұл Қытай Компартия 1927 жылы құрылған. Міне тура 100 жыл болды. Соның үшін Тайваньды бір қолға алу керек. Қолға алғаннан кейін, бұдан кейін Тайваньнан бастап, Тайваньның қолына тигеннен кейін Американың бірінші шекарасы, деңіздегі шекарасы ол бытшыт шықты деген кез. Соң кейін бұл жарты осы әлемді өз қолыма ұстап алам деген сөз. Ал енді Чжан Юйша ұсталып кетті. Чжан Юйша деген 1979 жылы бұл Қытай мен Вьетнам соғысына қатынасқан бұл адам. Бұның әкесі Чжан Цзуньшин де өте бір ода генерал болған адам, нағыз генерал. Ал енді бұл Чжан Юйшаның әкесі Чжан Цзуньшин мен Ши Цзиньпиннің әкесі Ши Руншин екеуі жақсы братан болып араласқан. Одан кейін бұл екеуі де жақсы қатты араласқан. Ал енді бұл не үшін өстіп Чжан Юйшаны ұстап еді дегенде екі бір сөз келіп отыр. Бірінші, Ши Цзиньпин 2026 жылдан бастап 7-ші рет Тайваньды қоршап, соғыс машық қылам деген кезде айқастан соғыс бастап Тайваньды алып алам демекші мақсаты. Бірақ Чжан Юйша ол әскери генерал болғаннан кейін ол әттен біледі. Қытайның қазіргі жағдайы оған келмейді. Мүмкін жеңіп қаламыз деген сөз. Біліп отыр, сонан кейін ол қосылмады. Ал оның үстіне осы былтыр 12-ші айда Трамп Венесуэланың президенті Мадуроны ұстап кеткен кезде Қытай мен Орыстаның адам бомба дейсіз ба, әртүрлі ракета трактор бәрі бос болып қалды. Америка бір түрлі бір энергиялық бір қылдық бір учи дейді. Соны істеткенде бұл Орыс пен Қытайның бүткіл әскери құралдардың бәрі істелмей қалды, жайында отырып қалды. Содан кейін Мадуроны ұстап кеткеннен кейін бұл Ши Цзиньпин қатты үстел ұрды. Бұл не үшін бітті дегенде, бұл Венесуэлаға апарған осы Қытайдардың осы әскери осы соғысқа салатын нәрселердің бәрі бұл Чжоңбейпудан келетін. Ол Чжан Юйшаның қолынан жасалып шығатын нәрсе ол. Сонда Ши Цзиньпин ойлады, бұл ондай болса мені бастан аяққа шейін мені ақымақ қылып отырған екен деп, содан кейін бұл Чжан Юйша менің планыма келіспейді екен деп, сосын бұл ой болды біріншісі. Ал екіншісінде Тайваньның әңгімесі. Тайваньды Ши Цзиньпин 2026 жылы осы жаңа жылға кірмей тұрып, жаңа жылға кіргеннен соң бірақ Тайваньды алып алайын деген соғыспен. Бірақ Чжан Юйша қатты қосылмады. Бұл соң кейін Ши Цзиньпинге қарсы шыққанын білдірткеннен кейін Ши Цзиньпин соң кейін Чжан Юйшаны ұстап кетті. Ал енді Чжан Юйшаның мына Еуропада қаншама туыстары бар, естісек 20 неше балалары бар екен, неше триллиард долларлары бар екен шетелде. Ал енді осы шетелдегі туысқандарына, үй ішіндегі туысқандарын ұстаймын екен деген осындай бір сөз
шығып отыр. Қазір сөзің қысқасы, Қытайдың ішінде қатты үлкен басым саясат басым болып отыр. Көшеге шығып бір соғыс төбелес соғып қалсаң, мүмкін оқ жеп өліп қалуы мүмкін. Өте Ши Цзиньпин жаңа деген осы сөзді айттың, дереу ғана үйіңе барып сені ұстап кетуі мүмкін. Ең жақындағы осы ақпаратты айтады. Шинжаң мен, Шизаң мен, Түбет пен, Шығыс Түркістан мен Чыңду дейді. Чыңду жақтағы армиядар өте қатты өзгеріс болып отыр. Тағы Хэнанда барды, Хэнан өлкесі. Тез сүретті машина жүретін жолдарын бекет тастады. Тек қана армияның машиналары жүреді деп отыр қазір. Соның үшін қазір Қытайда үлкен қатты саясат төңкеріс болып отыр. Мүмкін Ши Цзиньпин мүмкін ертең өзі ұсталып кетуі мүмкін. Айғастан мүмкін сатылып кетуі мүмкін. Не үшін дегені, ол Жаң Юйшаның қолында әскери құқық бар. Ол Жаң Юйшаның өзі ұсталып кетсе де, оның қол астындағы адамдар, оның братишкадар, оны құтылдырамыз деп мүмкін күресу болуы мүмкін. Жарайды, тағы осы хабарға көз қояйық, көрейік қалай болар екен арты.